Баршаңызға сәлем. Бүгін алмадан джем, яғни алмалы варенье жасайтын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай, дәл осындай өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен алмаларымызды жақсылап тазартып, жуып алатын боламыз. Жуып алған алмаларымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, ортасындағы сүйекшелерінен, яғни дәнектерін тазалап алатын боламыз. Дәл осылай барлығын тазартып шығамыз. Мінекей алмалардың барлығын тазартып алдық. Енді тазартылған алмамызды блендердің көмегімен не болмаса ет тартқыштың көмегімен өткізіп ұсақтап аламыз. Менде блендердің көмегімен ұсақтап алдым. Дәл видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап аламыз. Алмаларымыздың барлығын түгелімен блендердің көмегімен езіп алдық. Енді үстіне шекерімізді, яғни қантымызды саламыз. Және де жақсылап бір араластырып аламыз. Қантымызды жақсылап араластырып алдық. Үстіне аздаған суымызды құямыз. Мендегі мұнда алманың компоты. Өз қалауларыңыз алманың компотын құйсаңыздар да болады. Не болмаса қарапайым қара су құйсаңыз да болады. Енді джемімізді, яғни вареньемізді плитаға немесе газымызге қойып жақсылап қайнатамыз. Арасында осылай араластырып тұрыңыздар, асты жабысып қалмасын. Біздің вареньеміз қайнап бастады. Тағы бір араластырамыз. Бірінші реттік көбігін алмаймыз, қажет емес. Келесі екінші рет қайнап көбігі шыққан кезде сонда алатын боламыз. Мінекей біздің джеміміз дайын болды. Енді осындағы көбігін жақсылап алып тастап банкімізге құйып алатын боламыз. Мінекей біздің джеміміз, яғни вареньеміз дайын болды. Өте әдемі, түсі де, дәмі де өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта тағы да видео рецепттер болады.